Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім, мен арнама қош келіпсіздер. Бүгін тауық және саңырауқұлақ қосылған пирог дайындаймыз. Пирогымыз өте дәмді және тойымды болып шығады. Түскі немесе кешкі асқа ұсынсаңыздар болады. Ал енді пирогымызға кірісер алдын, егер де арнама жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып, қолдап қоюларыңызды сұраймын. Алдымен пирогымыздың қамырын дайындаймыз. Оңға кішкене тұз қосып араластырып аламыз. Мұздап тұрған сары майды оңға маулып, теркадан өткіземіз. Немесе сары майды төрт бұрышты кішкене бөліктерге бөліп қоссаңыздар да болады. Сары май мен ұнды қолымызбен үйкелеп ұнтақтаймыз. Жұмыртқа қосып, араластырып, қамыр илейміз. Қамырды ұзақ қатты илеудің қажеті жоқ, әйтпесе қамырымыз қатты болып шығады. Қамырымыз қолға аса жабыспайтындай жұмсақ болып шығады. Қамырымыздың бетін жауып 15 минут уақыттай мұздатқышқа салып қоямыз. 15 минутта демалған қамырымызды формаға жайып шығып, шеттеріне бортики жасаймыз. Қамырдың бетінен шанышқымен кесіп шығамыз. 180 градуста 10-15 минут уақыттай пісіріп, суытып аламыз. Енді пирогымыздың салмасына кірісеміз. Тауықтың етін майдалап, төртбұрыштап турап аламыз. Саңырауқұлақтарды да қалауынша ұзыншалап немесе төртбұрышты қылып тураймыз. Қыздырылған майға тауығымызды салып, қызарғанша қуырамыз. Келесі кезекте саңырауқұлақтарымызды да қуырып аламыз. Саңырауқұлақтарды қызарған тауық етіне қосып, бірге қуырсаңыздар да болады, бірақ мен бөлек қуыруды жөн көрдім. Саңырауқұлақтарды мөлшері азайып, суы тартылғанша қуырамыз. Пирогтың салмасы дайын, енді құймасына кірісеміз. Құймасы үшін қаймаққа жұмыртқа қосып, дәміне қарай тұз және бұрыш қосып араластырамыз. Қаймақтың орнына сливки қоссаңыздар да болады. Пирогты жинауға кірісеміз. 10-15 минут уақыттай пісіріп алған пирогтың основасының үстіне тауық және саңырауқұлақтарды салып, біркелкі қылып жайып шығамыз. Саңырауқұлақтардың үстінен черри қызанағын екіге бөліп, кесілген жағын төмен қаратып қойып шықсаңыздар да болады. Ол кезде пирогымыз қызарып, сәнді болады. Дайындаған құймамызды салманың үстінен құйып шығамыз. Ірімшікті теркадан өткізіп аламыз. Ірімшікті пирогтың үстінен біркелкі қылып жайып шығамыз. Пирогты 180-200 градуста 30-40 минут уақыттай пісіріп аламыз. Осымен пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап, өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Егер де видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.